Ұлы Отан соғысы жылдарындағы қазақстандықтар Германияда фашистік режим орнап, оның басшысы Адольф Гитлердің агрессиялық саясаты нәтижесінде 1941 жылы 22 маусымда фашистік Германия тұтқиылдан Кеңес одағына шабуыл жасады. Осылайша Ұлы Отан соғысы басталды. Соғыс жоспары бойынша Германия КСР-ны қысқа мерзімде 6-дан 8 аптаға дейін ішінде жалдап алуды көздеді. Соғыс басталған кезде Қазақстаннан 1 миллион 200 мыңнан астам адам әскер қатарына шақырылды. Қазақстанда 12 атқыштар дивизиясы, 4 атты әскер дивизиясы, 7 атқыштар бригадасы, 50-ге жуық жеке полк пен батальон құрылды. Мәскеу үшін болған шайқаста қазақстандықтар ерекше ерлік көрсетті. Ең белгілі құрамалардың бірі 316-шы атқыштар дивизиясы, кейін 8-ші гвардиялық дивизия. Командирі генерал Панфилов. Бұл дивизия Мәскеуді қорғауда үлкен рөл атқарды. Ленинград үшін шайқасқа қазақстандықтар белсене қатысты. Бұл шайқас елдің солтүстік батыс бөлігін қорғауда маңызды болды. Қазақстандық бөлімдер: 310-шы атқыштар дивизиясы, 314-ші атқыштар дивизиясы. Қазақстан Сталинград майданына жақын орналасқандықтан бұл шайқасқа тікелей қатысты. Қазақстаннан әскерлер жіберілді, техника мен жабдықтар жеткізілді. Көптеген бөлімдер осы майданда соғысты. Сталинград шайқасы соғыстың бетбұрыс кезеңі болды. Берлинді алу кезінде Рахымжан Қошқарбаев жеңіс туын алғашқылардың бірі болып тікті. Қазақстан тек майданда ғана емес, тылда да үлкен үлес қосты. Зауыттар көшіріліп жұмыс істеді, қару-жарақ өндірілді, азық-түлік дайындалды. Әйелдер, қарттар, балалар еңбек етті. Қазақстан майданды астықпен, етпен, көмірмен, металмен қамтамасыз етті. Ұлы Отан соғысы жылдарында қазақстандықтар майданда ерлік көрсетті, тылда аянбай еңбек етті. Олардың батырлығы мен еңбегі жеңіске үлкен үлес қосты және бүгінгі ұрпаққа үлгі болып қала береді.